Аспанбек бауырым, арылмайтын да сабырдан. Екеуміз демес Аспанбек, заманды айтсайшы жарымжан. Айналаңа қарасаң ауру көп сауыңнан, ағзасынан қоғанның айықпас сырқат табылған. Мүгедек болдық рухани, тілімізде талықсып, тар төсекке таңылған. Сөз бостандығының бүгінде соқыр шегі жарылған. Арыстандай ерлердің азуы жұлып алынған, қаранардай ерлердің қарағай мүйізі қағылған. Топ бастайтын серкелер тотыдай торға жабылған. Жанұямызда бұл күнде айықпас дертке шалынған. Шараппен аузын былғаған шарапат кетті шалымнан. Соғыстағының күткендей сериалын күтіп сағынған. Әйелдер жатса азғындап қасиет қашар қаныңнан. Жеткіншектерде жетеді жатырынан қағынған. Отбасы болмай жатып ақ ортақ көрпе жамылған. Жемқорларда жетеді ақшаға шөлі қанбайтын сусамырменен ауырған. Байлығыңды саудалап ақыл есінен жаңылған. Қысқасы қазір бұл дүние қуларға ғана пайдалы, құрғақ шығатын жауыннан ай. Себілсе жырдың дәнегі, терек боп өсер мәуелі. Бір шындықты айтайын, сөзімнің болсын дәлелі. Күні кеше ағайын Астана жақтан естілді бір сиқырлы әннің әуені. Елорданың есімін елбасыға берсек деп аласұрып кетіп еді ақжағалылардың әлемі. Патшамыз бірақ сол сөздің нүктесін қойды әдемі. Түзеткісі кеп тұрса Петропавлда бар еді. Өткенде сол қалада орысшаланған көшені қазақшалайық дегенде орыстар салды бәлені. Айтуымызға ыңғайлы орысша тұра берсін деп әйгілі болды әлегі. Алжып жатқан аш қасқыр ақсақ қойдан дәмелі. Түзеткіш болса бірінші сол жақтан енді бастасын. Болатбектің сол сәлемі, көсемнен емес жұмысты көшеңнен баста. Әуелі алтында мені Аспанбек, ардада туған ақынсыз. Тыңдап ал менің жырымды, таңдайың болса татымсыз. Алғаның болса ақылсыз, жібекті қылар жүн түбіт. Сарт емеспіз нәсілсіз есекті мінген жылқығып. Тегім асыл қазақ ем, түп төркінім түркілік. Батырлығымнан бар қалам тітіркенген түршігіп. Айым туған оңымнан алдымнан алтын күн шығып. Қастық қылған дұшпаным өз қанын өлген тұншығып. Еркіндікпен егіз еледім, иемденген жерім иен дала, иек асты жерім күншілік. Мына біздің қазақтың тірісін, төресі билеп тірісін, қожасы билеп өлісін қылғаны бес уақ құлшылық. Қағидаға бағынған кәлимаға тіл сынып, ардан безген адамды атқа теріс мінгізгем ағайынға күлкі бұп. Дала заңын сақтаған данышпандардың құрбы бұп. Ақбоз үйін тұратын Ақсарайдай құлпырып, абызым төргі жайғасып, Ақсұңқар құстай сілкініп, аңыздан тартып сөз сөйлеп, ақындар тілден жырысып, қос шөкте күй ойнап, қобыз боп кеудем күрсініп, бәйбішелерім тұратын дидарына таңғы нұр сіңіп, құрсақ алтын аналар қошқар жекел ұл туып, бейне көрген келіндер ерінен тұрған іркіліп, ұлт қамына келгенде ұлдары тұрған құлшынып, қызылы ойнап бетінде қыздары тұрған қымсынып, кетті сол заман келмескен ай, кетті сол заман келмеске, алайын соны ендеске. Амал не бері бар қасын адасы балаш кер кетсе. Батырың болды бау кеспе, әлдилеп сүйген жалғызың есер соқ болды ер жетсе. Қылықты қыздың орнына қылымсық келді жездөкші болмай не болсын жерік көп жатса 15-те. Ағайыныңда айналды қалсырап үйге ембеске, аман сәлем бермеске. Өзімізден көрейік өтпес пышақ қол көссе. Жабысса солар індет боп жаурайды жаның дірдектеп. Айғар жолын айтайын ақының нені үлгетпек. Оңалар сонда бұл жаман құлды құрсаң, Аллаға Мұхаммедке үмбет боп адаспайын десеңіз абайды оқы тірнектеп. Біріңді қазақ бірің дос көріп жүр сыйлап құрметтеп, мейіріміңнен гүл көктеп.
Қазаққа қазір қажет ақ қария дейтін бір мектеп. Ұлт ойласа ұлығың мүжілмей атан жілігің, болашақ сол нұрлы өтпек. Сонда біздің миллетке мәңгел болатын күн жетпек.